Olcas değil mi? Bizde bir kızı oyun var edi. O qanday oyun? Oğan bizge komanda жинап керек. Қызық ойын, бірақ оған ақша қажет. Ой, балалар, не қыласыңдар? Керек емес, құмар ойынның бір түрі ғой. Диас, сен қыстырылмашы. Есіңізге жай ескерткен едім. Өздерің біліңдер. Olcas, sende ақша бар ма? Ақша жоқ менде. Біз екеумізде ақша бар. Сен бүгінге өзіңе ақша табуың қажет. Ақшаны қайдан табамын мен? Ақша жоқ менде. Анан қараңдар, анда апайдың сумкасы бар екен. О, достар, ақшаны тауып алдым. Болды, кет. Мам. Çok әдемілес. Әдемілес. Мам, sen бірден кетейін деп едің. Әдемі. Ашуланбайсың ба? Тыныштық ба? Тыныштық дегенде бүгін мектептен қайтатын кезде Олжастың тәтейдің сөмкесінен ақша ұрлап шыққан көріп қалдым. Не дейді? Тәтейдің ақшасын? Олжас па біздің? Мен сен тоқтаттың ба, айттың ба, болмайды деп? Жоқ, тоқтатқан жоқпын. Себебі қасында достар болды ғой. Ай, оңбаған, тәтейдің ақшасын ұрлап жүрген емес. Енді не қылып алып жүр екен? Сен хабарың жоқ па? Білмейсің ба ештеңе? Тыныштық па? Білмеймін, маған достарыммен қыдырамын деп айтқан болдым. Достарымызбен жиналып жатырық деп. Оңбаған, мен сұраса да болатын еді ғой. Жанын шығарам. Қазір қайда өз? Білмедім. Қазір үйге келсе, маған айт. Жанын шығарам, менің азар болса әкесіне звондап, жақсылап тұрып тәрбиеге салсын деп айтам. Бірақ оған Женя айтты деп айтудың қажеті жоқ, Болды қызым. Уайымдамай айтпаймын ештеңе. Сен айтты деп айтпаймын. Жарайды, мен кеттім. Өзім сөйлесем, ол баламын. Үйге қайтайық. Сабақтан кейін үйге де айтқан жоқпыз. Кеш тапсыр. Отыра берші, ойынымызды бітіре салайық. Қарындасыңа звондай салсаңшы. Сабақтар кәсібінде қызық болып маған қатты ұнады. Кешеге қарағанда оңайырақ болды ғой. Содан кейін және саған біраз айдан келедім, сен менің ең жақын құрбым болған соң сенімен бөліскім келеді. Не айта бер, тыңдап тұр. Сен ағаңның досы бар емес, Аслан, сол маған ұнайды. Қойшы, Аслан ба? Қай жағы ұнап жүрмін саған? Бұзық бала емес па? Маған солай бұзық балалар ұнайды. Ой, Кәусар, сен де қатырасың осы. Ешкімге айтпа. Ақша бар ма? Қалтаңдағы бәрін шығар. Ағай, қалтаңда қанша ақшаң бар, бәрін бер. Менде бар, осы
осы уақытында басқа ештеңе жоқ. Үйдегілеріңе ешқашан айтушы болма. Айтсаң, мен сені алып кетемін. Болды, бара бер. Жігіттер, бүгін тағы да барамыз ба, компьютермен курс па? Давай, барайық. Ақша бар ма сендерде? Бағана бір баладан ақша шығарып отыр. Менде ақша жоқ, бүгін ақша жоқ. Олжас, бүгін тағы компьютермен клубқа барамыз ба? Барайық. Мен де барамын. Диас, сен барасың ба? Жоқ, мен бармаймын, мен құмар ойындары ойнамаймын. Мынау Олжас деген бала қаяққа жоғалып кетті? Оны қоя берші. Кейін батса ақша жиналды. Келетін шығар. Кел. Ей, тоқтаңдар. Сендер не істеушіңдер? Мен сендер жайлы бәрін білем. Мен сендердің мамама айтам, түсінікті ма? Бізді ешкімге айтушы болма. Әйтпесе арты жаман болады. Сендердің кесірлерінен Олжас жаман ойынға түсіп жүр. Сен бұны ешкімге айтпа. Сен қой кел. Аңғара камерада бар екен. Қаш! Кешіріңдерші, бұлай боларын мен білмедім. Қайдағы болмайтын ойынды ойнағаныма қатты өкінемін. Өкініштісі, бұл өмірде қарындасымды қайтарып алмаймын. Мен сені қорғай алмадым, қарындасым. Сенің өміріңді қайтару үшін бәрін берер едім. Ең бастысы, анашым, кешіріңізші, ақымақ балаңыз бәрін құртты.